Тоқта бауырым, басыңа түрлі ой келе бере ма? Онда сол ойларды жазып қой қағазға. А мүлдем ой келмесе саған оқу керек. Ал енді өткенге байланып қалған болсаң, саған саяхаттау керек. Шабыт іздеп жүрсең, жаяу жүру керек. Уайымға беріліп кеттің бе, дұға жаса. Себебі дұға мен Алланың арасында перде жоқ деген. Ал енді күйзелісте жүрсең, саған жаттығу жасау керек. Қаржыға мұқтажсың ба? Садақа бер. Қолыңда бар нәрсемен айналыс. Сонда Алла тағала саған қолыңда жоқ нәрсені беріп қояды екен. Сен күш жігерін жұмсайсың, содан кейін ғана Алла саған түрлі нығмет есіктерін ашып қояды екен. Бар нәрсеге назар аудару керек. Жақсылықтарға, нығметтерге өзіңде бар. Өміріңдегі ұсақ түйек нәрселерге дейін шүкір ету керек. Сонда ғана Алла сенің көркем тосын сыйлармен ризықтандырып қояды. Ойлаңыз. Шүкір етсең маған, тағы берем саған деген Алла тағала. Өмірде үш нәрсеге босқа уақыт жоғалтуға болмайды. Осыны есіңізде сақтап алыңыз. Оның біріншісі өткенге өкіну. Өткен ол қайтып келмейді, ол бекершілдік. Екіншісі өзіңді басқалармен салыстыру. Бұл еш пайда бермейтін нәрсе. Себебі адам баласы бір-біріне мүлде ұқсамайды. Үшінші, барлығына ұнауға тырысу. Бұл мүмкін емес нәрсе. Барлығына ұнау. Одан кейін кейбір жігіттері қалтасында ақша біткен кезде, мансап біткен кезде паңданып, өзге түгіл өзінің ата-анасына сый-құрметті азайтып қояды. Енді ғалым болсаң да ата-анаңның алдында ештеңе білмейтіндей бол. Бай болсаң да ата-анаңның алдында кедей секілді бол. Үстем болсаң да ата-анаңның алдында кішіпейіл бол. Кішіпейілділік бұл кішілік емес, кісілік деген қазақта. Кісіге Құдай береді, Құдай берген адамға бәрі келіп құлай береді. Білмеген адам қайдан алдың деп сұрай береді деген. Осындай қанатты сөздерді тыңдап тұрғыңыз келсе, міндетті түрде менің каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз, жоғалтып алмас үшін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.